Қазіргі адамдардың көбі проблема, депрессия, күйзеліс, әртүрлі қиындықтарға тап болады. Алла Тағала не дейді? Мә асабакум мин мусибатин илля биизнилла. Кез келген басыңа келген қиындық, проблема, күйзеліс бола ма, ол тек Алланың рұқсатымен ғана. Сен біл, бұл қиындық Алладан. Алла жіберіп тұр. Бірақ сен білесің, әрбір мұсылман нені біледі? Бірінші аят не? Құранды бастаған кезде Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла рахман, Алла рахим. Ерекше мейірімді, аса қамқор деп біз Алланы солай танимыз ғой. Ерекше мейірімді, аса қамқор Алланың рұқсатымен келіп тұр ғой ол қиындық саған. Содан кейін Алла Тағала айтады: "Амай юъмин биллахи яхди қалба". Кім Аллаға сенсе, оның жүрегін тура жолға бағыттайды. Яғни сенім сені кез келген қиындықтан алып шығады дейді. Сол үшін қиындыққа тап болдың ғой, бұл аят нені айтып тұр? Аллаға сен, қиындық Алладан деп біл, қиындық саған ешқандай проблема бере алмайды.